Баршаңызға сәлем қыздар, мен сіздермен бүгін дәмі өте ерекше, балалар 5 минутта жеп қоятын, сондай дәмі ерекше печеньені ұсынғым келіп отыр. Балалар тұрмақ, үлкендер де таңғалды дәміне, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, шайға үйлесе кетеді. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Барлық керек заттарды описание бөліміне қалдырдым. Ал кеттік кірісейік. Бір жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырған смесімізді қойып қоямыз. Енді ұнымызға бір шай қасық разрыхлитель ұн қопсытқышты қосып араластырамыз. Жаңағы смесімізге бір шымшым тұзды сеуіп араластырып жібереміз дағыны. Ұнымызды бөліп бірден салмаңыздар ұнды. Ұнды жаймен шетінен салып, осылай араластырып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, әрі қарай сұйық май қосасыздар дағыны. Қолмен жұмыс жасайсыздар. Қолмен жаймен осылай қамырды басын біріктіріп, ванильный сироп қостым мен. Болса қосыңыздар, болмаса ванильный порошок қоссаңыздар болады. Осылай қосып алған соң, қамырды жақсылап елеп, ұнның соңғы қалған бөлігін саламындағыны, жақсылап қамырдың басын біріктіремін. Міне, осылай елеп, қамыр өте тыңдалмалы, сондай жақсы қамыр болып шығады, пластилин сияқты. Қолымызбен дөңгелектеп, осылай күйген осындай шекер сатылады. Осындай шекерді, натуральный шекер алып, печеньемізді шекерге малып, бір бетін ғана. Тура мен сияқты, сосын 15 минут, 10 минутта 180 градуста пісіп, қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, иісі деген керемет, дәмі де ерекше, шайға үйлесе кетеді және 15 минуттарыңыз кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.